Ассалаумағалейкум ағайындар, бау бақша сүйер қауым. Мынау біздің бақшамыздағы, огородымыздағы қауындарымыз өте күшті, әдемі болып өсіп жатыр, гүлдеп жатыр. Жемістері мол, көріп тұрғаныңыздай. Мінекей жемістері мол, күшті болып түйіп жатыр. Енді өткендегі видеоларымызда көпшілік сұрақ қойған екен. Осындай қауындарымыз мынандай болып жемістерін түйеді, сосын қарайып, ағып шіріп кетіп жатады деген сұрақтарды көпшілік қойған екен. Енді оның негізгі себептері өзіміздің тәжірибемізден алғанда сіздерге айта кетейін. Осында мінекей қауындар гүлдейді. Міне осы гүлге әртүрлі зиянкестер қонады. Енді жаңағыдай пайдасы жоқ зиянкестер осындай гүлге қонған кезде осы гүлдің ішіне жұмыртқасын, личинкасын қойып кетеді. Енді бұл гүл уақыттың өтуімен жеміс түйген кезде жаңағы зиянкестің личинкасы, жұмыртқасы осымен бірге түйген кезде осымен бірге түйіліп, жаңағы түйген түйнектің ішінде қалып қояды. Түйнек үлкейген сайын үлкейіп осындай болып көзге көрінетіндей болып үлкейген кезде ол жаңағы зиянкестің жұмыртқасы, личинкасы да дамып, ішінде осындай үлкен түйнек болған кезде ол да құртқа айналады. Сол осындай қауынның ішінде, түйнегінің ішінде дамып, ішіндегінің барлығын жеп, үлкен зиян тигізіп, соңында жаңағыдай шіріп ағып кетуге алып келеді. Енді сондай жаман жағдайларды осындай шіріп кетуіне алып келмеу үшін, түйнектерімізді сақтап қалу үшін бұл қауындарымызды осындай гүлдеп тұрған кезде дәрілеуіміз керек. Тез дәрілеп тұруымыз керек. Жақсылап дәрілеп тұрсақ, осындай түйнектерімізді сақтап қаламыз. Енді оны қалай дәрілеу керек екенін сіздерге мен қазір көрсететін боламын, достар. Достар, енді жаңағы қауынымызды дәрілеу үшін мінекей осындай Нурел деген препарат дәріні базардан сатып аласыңыз. Осы дәріні қазір қауындарымыздың гүлдеріне шашамыз. Оны қалай жасау керек екенін қазір сіздерге көрсетеміз. 2 сприц керек болады бізге. 2 граммдық сприцпен 2 грамм Нурелді татып аламыз. Ішінен 2 грамм татып аламыз. Екі граммды тартып алдық. Көріп тұрғаныңыздай, достар, 2 грамм тартып алдық. 1,5 литр суға араластырамыз. Енді өздеріңіздің огородыңыздағы қауындарыңыздың жағдайына қарап көбірек қылып жасасаңыз болады. Үлкен огород болса, басқа үлкен бесекелікке жаңағыдай жобамен қосасыңыз. Біз енді өздеріміздің ыңғайымызға қарап 2 граммды 1,5 литрге қостық. Енді оны сіздерге шашып көрсетеміз. Қауындарға қалай шашу керектігін. Мінекей, достар, қауындарымызға жаңағы дәріні сіздерге шашып көрсетеміз. Барынша қолдан келгенше қауындардың гүлдеріне шама келгенше шашқан дұрыс. Бұл енді барлық зиянкестерді, насекомаларды өлтіреді. Соның енді иісі жаман болады. Барынша баланы жақындатпаған жақсы. Енді өзімізде барынша сақтық шараларын жасап, маска, қолғап пайдаланған жөн. Көзге, ауызға түсіп кетпеуін қадағалау керек, достар. Осылай қауындарыңыздың гүлдеріне, сабақтарына, гүлдеріне, шама келгенше гүлдеріне шашып шығасыңыз. Бұл енді жаңағы жеміс түйуіне, қауынның түймей қалады, анау деген енді бұда қорқыныш болмайды, оған ешқандай зияны жоқ. Осылай қауындарыңызға шаша бересіңіз. Мынандай әдемі жеміс түйнектер болу үшін осы дәріні шашып тұруымыз керек. Осы дәріні шашамыз, 3 күннен кейін тағы да шашамыз. Содан кейін зиянкестер жоқ болады, оны өздеріңіз байқайсыңыз, достар. Осылай огородыңызға, бақшаңызда жасаңыздар, достар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар, достар. Лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар, ағайындар. Аман сау болыңыздар.